Кім? Айназарова Ұлдай. Мен прокурордың қасына барып, қоятын сұрағым бар еді, қасына барайыншы. Мен осы жерге келіп сөйлегім келіп тұр, мына микрофон дауыс шықпайды ма? Мен Аян Талғаттың мамасымын. Осы пенсияға шыққаныма 1 жыл болған жоқ. Мына прокурорға қояйын деп тұрған сұрағым бар, мырза. Сіз өткенде де келіп кеттіңіз. Қояйын деп отырған сұрағым мына. Сіз келіп кеттіңіз, біз барлығын айттық өткенде. Не жағдай болған бәрін білдіңіз. Бірақ қазір мен ешкімге де сенбеймін. Сондықтан мен бүкіл халықтың алдында айтайын деп отырмын. Себебі, ертең 10 күннен кейін ба, 15 күннен кейін ба баламның соты болады. Менің балам әппақ. Мен өзім мектепте мұғалім болып 35 жыл жасадым. Мектепте жасаған мұғаліммін. Баламды өте жақсы тәрбиеледім. Мектепті қызыл аттестатпен бітірді. Сосын Әл-Фараби атындағы университеттің юридический дейміз ғой, факультетін бітірді. Балам өте білімді, аппақ екенін бүкіл халық біледі, ешкім оған кір жаға алмайды. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен секрет айта алмаймын дедіңіз. Айтуға болмайды дедіңіз. Ешқандай секрет жоқ. Міне менің қолымда тұр баламның статьясы. Ал енді сіздерге айтып берейін, мен бұны жаттап алдым, 10 рет оқыдым, 10 қайтара оқыдым. Ішінде үтір нүктесіне дейін білемін. Жаттап алдым ішіне балама қандай айып тағылып жатқанын. Ал сіздер тыңдаңыздар, мен айтайын. Төлешов деген біреу бар екен Шымкентте. Оны бәріңіз білесіздер. Ол менің баламды сыртынан көріпті, Аян Талғатты. Бір күні жаңағы жалғыз өзі шығады ғой, неде бекетке шыққан, су қымбаттамасын деген сияқты, тариф қымбаттамасын деген сияқты плакатты алдын алып шыққан. Сонда ол оны сыртынан көретін, менің балам ұнатып қалып, оған 100 мың теңге, 100 мың доллар ақша жіберіпті. Бұл кісілердің айтуынша. Сол ақшаны Төлешов көмекшісіне береді, көмекші өзінің көмекшісіне береді. Ол барып Ақтауда біреуге береді, Ақтаудағы біреу 80 мың теңгеге жаңа такси жалдап біздің Атырауға келіпті. Атырауға келіп менің Талғатыма беріпті. Осындай сказкаға ертегіге сенесіздер ма? Мынаны менің 7-ші класста оқитын балдарым айтса сенбейсіздер, қалай құрастырасыздар? Айтыңызшы маған, жауап беріңізші маған. Мен 24 сәуір күні митингі болғанда мен өзім қатысқан жоқпын, бірақ бәрін отиды видеодан көрдім. Сонда баламның айтқан сөздерін бәрін қарап тұрдым мен, бәрін көрдім мен. Ноғайып жолдас, сіздің ешкім жауапқа тартылмайды дегеніңізді естіп, мен сізге риза болғам. Қандай азамат келді біздің Атыраудың облыстың басына? Мынандай іскер адам қайдан келді деп, Алладан мен күнде Алладан тілегемде сізді мен балама қосып тілеп отырдым. Қандай азамат келді деп бізге. Бірақ сіз сөзіңізде тұрмадыңыз ғой. Неге жауға ұстап бердіңіз? Айтыңызшы, маған жауап беріңізші. Мен қанша өмір қалғанымды білмеймін, аяқ қолым жұмыс жасамайды. 24 сәуір күні балам митингіге шыққанда, бір аптадан кейін оны қамап тастап, 21 май күні болған митингіге байланысты қамады, бірақ ол кезде менің балам түрмеде жатты. Сотқа өзім қатыстым, айтыңдаршы, халқым-ау, 21 күні ол түрмеде жатыр ғой. Ол қалай басқарады? Ол қалай елге митингіге шығыңдар деп қалай уәде беріп, мен шығыңдар деп қалай айтады? Ол кезде менің балам түрмеде жатқан болатын. Түнгі сағат 2:30 болған түрмені сотты көрдіңіздер ма? Қазақстанда. Соғыс кезінде де болмаған шығар. Түнгі сағат 2:30 менің баламды соттады. 15 күн берді. Ойлап қараңыздар, Құдайдың күні жетпей ма? Аллау, ертең таңертеңгісін сағат 8-ге қалдырыңызшы деп. Балам жалынып тұрды, мен тамақ ішкен жоқ едім. Таңертеңнен бері осы біресе прокуратурада, біресе милицияда, біресе КМБ-да жүрмін. Мен тамақ ішкен жоқпын, қарным ашып тұр. Денсаулық өзінің кішкене көкірегі қисықтау, бала кезінен қалған ауру бар еді. Мен қазір ертеңге қалдырыңызшы деп судья келіншектен, фамилиясы есімде жоқ, жалынды. Мен қазір барып қамаңызшы үйге. Бірақ ертең сот ертең болшы, мен қазір сөйлей алмаймын деп. Сонда сот тыңдаған жоқ. Мен таң қалғаным, бәрінде бала сұрап отырсыңдар ғой, бәріміз де бала үшін жүрміз ғой. Сонда судьяның айтқан сөзі, жоқ, қазір жүргіземіз деп. Не Құдай құнын құртып баратыр? Ертең күн жоқ па? Ертең таңертең 8:30 қалдыруға, 9 қалдыруға болмады ма? Түнгі сағат 2:30 балам сөйлей алмай әзір сөйлеп тұр. Және айтқаны, менің таңғалғаным, участковый дейді, қазақшасын кешіресіз, мен мұғалімім, қазақ орысша араластырмай сөйлейтін, участковыйдың қазақшасын таба алмай қалып тұрмын. Кінәлап тұрған участковый, ол да бір компьютерден онша көп хабары жоқ адам екен. Менің балам сұрақ қояды анаған. Бірде-бір сұрағына жауап берген жоқ. Бірақ айналып келгенде менің баламды 15 күнге жапты да тастап, прокурор тұр, бір сұрақ қойған жоқ. Сонда сотты көрдіңіздер ме? Кінәлі адамға бір сұрақ қоймаған, Мұхтар аға.
кінәлі адамға бір түйір сұрақ қоймай соттағанды көрдіңіз ба? Бұл әлемде болды ма? Қазақстан егемендік алғаннан кейін біз бұндай жағдайға неге ұшырадық? 86 жылды қойшы жақсы, басқа совет үкіметінің кезі болды ғой дейміз ғой. Ал мына егемендік алғаннан кейін біздің мына қарлығаштарымыз неге қамауда отыр, соны айтыңыздаршы маған. Бәрінде бала ұстап отырсыңдар ғой, бәрінде бала тәрбиелеп отырсыңдар ғой. Мені өздері орындарына қойып көріңдерші. Мен анамын, ана маңдайым баламның табанына кірген, тікен мен маңдайыма кірсін дейді. Мен балам үшін бәріне де бара аламын. Қазір мен аурумын. 35 жыл мектепте жұмыс жасадым. Мен баламның атынан да сөйлеймін, регламент айтпаңыздар. Мен Талғаттың атынан да сөйлеп тұрмын, тыңдаңыздар. 35 жыл мектепте жасағанда бір рет больничныйға шығып көрмеген екен. Үйімде келіп, ПНВ-ның адамдарыма, прокуратураның адамдарыма келіп, есігімді адвокат келгенше 5 минут күт дегенде күтпей есігімді сваркамен бұзды. Мен сол кезде талып қалдым. Сонан бері қазір жүрегім ауыр, мен күнде 2 күн бұрында үйім алдында скорый тұрады. Енді мен келетін болсам, баламның ешқандай кінәсі жоқ екенін білемін. Енді тыңдаңыздар, мына сөзді тыңдаңыздар. Төлешов менің балама ақша берген екен. Содан кейін оны барып жаңағы бір сөз айтып бір кетіп қалдым, кешіріңіз. Ақтаудан әкеп бір таксимен әкеп берген екен. Бірақ ол Талғат танымайтын көрінеді. Машинасының да нөмірін жаттамапты. Өзінің келген таксидің да нөмірін білмейді екен, ұмытып қалыпты бәрін. Әбеке деген атын біліп, басқаны білмейді екен. Осындай сот, осындай мен бұл не 37-ші жыл ма, осындай сотпенен сіздер соттайсыздар ма? Бәріңіздің де үйде бала шағаларыңыз бар ғой, иә? Маған енді өмір қалған жоқ, маған жер керек емес. Маған 2 метр жер керек. Себебі менің өмірім бітті. Мен инсульт алдым. Мен денсаулығым жоқ. Мен қазір больницаға кетемін, қазір осы тұрған жерден ары қарай сөйлеуге менің жағдайым жоқ. Бірақ бәріңіздің айтатыным, менің балам аппақ екенін бәріңіз біліп отырсыздар, іштеріңіз біліп отыр. Бірақ қорғамайсыздар. Себебі өздеріңіздің балаларыңыз үйіңізде отыр. Сендердің балаларың үйлерінде отыр, қастарында отыр. Сондықтан қорғамайсыңдар. Менің балама сіздердің жандарың ашып тұрған жоқ. Жаны ашыған 2-3 адам болды. Осы жерде жаңа Өтешев Мұрат деген ағам айтты ғой, олар патриот емес деп. Сіз емес баға беретін, ол патриот па, патриот емес па? Бағам Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлының өзі беріп қойған. Митингі болғаннан кейін 24-ші күні сәуірде митингі болса, 25-ші сәуір күні мен Назарбаевтың құлағымен тыңдағам. Осы мынандай елін сүйетін патриот жігіттер, азаматтар тұрғанда біздің Қазақстанды ешқандай жау ала алмайды деп айтқан болатын. Рас, біздің Қазақстан ешқандай жау ала алмайды. Ешқандай жау ала алмайды. Олай сол патриот. Ешкім отырсыңдар осы жерде. Сол Талғаттың айтқан күшін отырсыңдар. Мынаны комиссия құруға комиссия құрылмаса еді, егер Талғат болмаса, егер Назарбаев мойындамаса, мораторий жарияланбаған болады. Сондықтан бәріміз сөздердің алдында, сөздеріміздің алдына Талғатпен қосып беріңіздер. Бостандыққа шықсын деп айтыңдар. Ал мен сіздер айтамын, бүгін сағат 5-те ма үстіме бензин құямын, өтінемін. Мен сіздермен қоштасып қалып тұрмын. Мен 7 жыл күтіп, мойныма бошақ салып, Құдайдан бір, Алладан бір, адамдан бір, әулие аралап жүріп, әлем дегенде 7 жыл дегенде көтерген баламды сіздердің ойыншықтарыңызға беріп қоймаймын. Ноғаев мырза, сіздің кешіресіз. Сізден сұрайтыным, сіздің қолыңызда да емес шығар. Қорғаңызшы. Мен сіздің көзіңізден маған жаны ашығанды көріп тұрмын. Менің балам шарт беріңізші. Басқа айтатыным жоқ менің. Қалдым-ау, қорғаңдаршы баламды. Баламды қорғаңдаршы. Жауға бермеңдерші. Мұхтар аға, қайдасың? Мұхтар аға, менің баламды. Баламды. Медикейіз, сабыр сақтаңыз. Су беріңіз. Медик бар ма, врачтар бар ма? Шақыртсыз да врач. Скорый помощь шақыру. Сабыр сақтаңыз енді.